Бәріңе сәлем достар. Бұл посылки из Китай каналы. Менің атым Диас. Менің досым Нұржан. Ол Китайға кетті. Ол яғни басқа да тауарлар алып келеді. Маған почтамен осымен екінші рет тауар жіберіп тұр. Соны мен қазір видеоға түсіремін. Сіздерге көрсетіп кетсем, бұның ішінде Нұржанның айтуынша модем бар деді. Біздің қасына Wi-Fi бар деді. Мен оны қазір сіздерге ашып көрсетемін. Бұл біздің 4-ші видеомыз, яғни бұны қане ашайын. Яғни біздің тауарлар Қытайдан келеді. Біз алдағы уақытта AliExpress'тен заказ етеміз. Біз негізі өзіміз AliExpress'тен заказ еттік. Мен сіздерге көрсетіп кетейін. Бұл китайский. Яғни біз мына жерде көріп тұрсаңыз, бұл жерде тілдерге аударған. Китайский өзі Китай болғанша китайский. Енді бұны көрсетейін сіздерге. Бұл модем. Яғни Китайлар оны скотчта қояды. Бұл подарка болады деді, яғни Нұржан айтқан пульт болады деді. Пульт өте жақсы екен. Яғни бұл барлық теледидарларға барады. Ал бұл линк, ол модем. Яғни баяда қазір ол тек қана компьютерлерге, ноутбуктерге қосылады. Және де ноутбуктарға. Бұл яғни соткілерге қосылмайды. Мұның артында қалай пайдаланады нұсқаулықтар бар. Мына жерде мысалы тоғы бар, 5 ұлт, соны тығасыз мына жерде қояды тоқтар, мына жерде компьютердің тоғы бар. Және де міне көріңіздер, компьютерге тығуға бар, ноутбукке тығуға бар. Яғни бұл интернет линк. Ал енді сіздерге ашып көрсетейін достар. Бұл нұсқаулық. Нұсқаулықта түрлі қалай пайдаланатындар жазылған. Бұларда нұсқаулық. Нұсқаулық бөлекі. Бұларда нұсқаулық. Ол бізге ең пайдалы зат. Ол дискі. Үйлерімізде интернет қосылмай жатқанда дискіні компьютерге тығып, установить етіп аламыздар. Линк өзіне келетін болсақ, өте жақсы қара цветінде екен. Ол яғни арттарында управлениелер бар. Ол экраны. Енді бұл енді Китай болған соң, мына жерде көріп тұрған болсыздар. Made in China дейді. Негізі ол Китайдан алып келгенбіз біздер. Іші өте жақсы. Мына артын түсіріп кетсеңіз, мен сіздерге мына басатын өшіретін. Мына жерде компьютердің тоғын қосасыз. Ал бұл не екенін білмеймін. Мына жерде компьютер. Біз 4 компьютер қосуға болады. Тоқ. Анау телефонның тоғын қосасыздар. Бұлда да нұсқаулық. Бұл негізі нұсқаулық көп екен. Ал бұл тоқтары. Оны түсіндім. Ал мына тұратын тоқтары. Оны түсіндім. Ал біздің розеткеге байланысты жетті. Ал енді екінші тауарымыз біздің
Wi-Fi яғни Wi-Fi деп аталады. Яғни көрсеңіздер мына жерде китайский жазылып жүр, түрлі аударған. Ол 2012-ден бастап шыққан. Қазір көп адамдар алады. Бұл мен компьютер, телевизор деп қоса болады тағы достар. Телевизор, компьютер, ноутбук. Көрдіңіздер. 2012-дің ең алғашқы Wi-Fi-лардың бірі болған. Енді бұл туралы айтсақ көп мәлімет интернетте де бар. Мен сіздерден тоқтап айтпай-ақ қояйын. Яғни мен көрдіңіздер мына жерде ноутбук дейді, мына жерде планшет дейді, мына жерде телефон, смартфон. Яғни ашып көрсетсем сіздерге достар. Ашып көрсетейін. Ішін көрдіңіздер. Бұл линк, яғни Wi-Fi. Бұл Чайнада жасалған достар. Яғни бұл Чайнада жасалған. Арттарында управление дейді. Мына жерге доктор жазатын класс, мына жерге өшіруді қосатын, мына кликтейтін, мына Wi-Fi-ді кликтейтін, екеуі де кликтейтін. Мына жерге компьютерлер қосып алады, компьютердің тоғын қосып алады. Және мына жерге телевизорға, мына жерге антеннасы болу керек. Біз қараймыз. Ішінен қарадық. Біздің заманға сай розеткалар жүрді. Өте жақсы. Міне антеннасы майсат. Өте жақсы. Негізі сіздерге айтам, екі антенналықты алмаңыздар. Екі антенналық жаман. Сондықтан мен бір антенналықты алдым. Бұлай әдемі болып тұрады. Достар, қараңыздар. Көрдіңіздер. Мына ішінде дискісі, яғни мен мұны аштым, өзім қойдым программасын ішіне. Дискісін сатып алсам, мынандай болып дискісі. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.